Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Ақерке, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз қытырлақ вафль дайындайтын боламыз. Бізге қажетті ингредиенттер: бөлме температурасындағы 180 грамм сары май, 180 грамм қант. Қантымыз ерігенше жақсылап миксердің көмегімен араластырып аламыз. 4 жұмыртқа қосамыз. Тағы да араластырамыз. Және ұн қосамыз. Ұнымыз 200 грамм болу қажет. Біркелкі сұйық масса болғанша миксермен араластырамыз. Вафельницамызды алдын ала қыздырып алуымыз қажет. Видеода көрсетілгендей көлемде салдым. Менде максимумда тұрғандықтан вафельницам вафлилар 1-2 минут көлемінде дайын болып пісіп шығады. Және де вафли піскен кезінде бірден орауымыз қажет. Себебі ол қытырлақ болғандықтан суып қалған кезде формасын ұстау қажет. Сондықтан да бірден ыстық кезінде осылай орасақ болады. Немесе өзіңіздің қалауыңызша кез келген форма жасасаңыз болады. Мінекей осындай болып шықты. Вафлиларымыз қытырлақ және де дәмді болып шығады. Егер рецепт ұнаған болса, бөлісуді ұмытпаңыз.